1000 жыл бұрын бір мәдениет екіншісіне қалай қарағанын қаншелі білеміз. Дүниялар арасындағы шекаралар тек қана карталарда емес, ал ақыл һәмде сенім бойынша да өтетұғын дәуірде бір адам өзге мәдениетқа бейтареплікпенен қарауға бел байлады. Бұл хақиқатты қағидалардан жоғары қойған алым Аль-Бируни еді. Ол айыплау үшін емес, ал түсіну үшін себеп ізлеген. Оның Хиндистанға сапары елдің әпуайы тарихы емес, ал басқаны хүрметпенен һәм диққатпенен үйрену тәжірибесіне айланды. Бұл уақия тек қана тарихшылар үшін емес, ал мәдениетлары бір-біріне тәсір ететін дүниеде жасап батырған біз 21-ші ғасыр адамлары үшін да ахметлі. Аль-Бирунидің Хиндистан кітабы har қандай заманға шақырық болып естіледі. Өз дүнияңнан өзгешені түсіне аласаң ба? Оның бетлері артында сұрау жатыр. Біз тек жат һәм түсініксіз нәрселерді көруге үйренген жерге хақиқатты көру мүмкін бе? Осы мәселе Аль-Бирунидің минетін ілім тарихындағы ең тірі һәм ахметлі шығармалардың біріне айландырды. Ал егер жайхун суларына сүңгіп Бируни менен бірге Хиндистанға жол алуға даяр болсаңыз, біз баслаймыз. Аль-Бируни орта әсірлердің ұлы алымларының бірі. Ол 973 жылы қазіргі Өзбекстан жеріндегі Хорезмде туылып, бүткіл өмірін ілімге бағышлаған. Математика, астрономия, география, тарих, дін. Оның қызығушылықтарының дізімі дерлік шексіз. Бірақ оның шамаменен 1030 жылы жазылған Хиндистан кітабы айрықша ахметлі минет есапланады. Неге бұл шығарма соншелі айрықша? Мәселе сонда Бируни басқа мәдениет хақында гүңгірт сөзлер яки болмаса үстіртін әңгімелер менен ғана шекленіп қоймаған. Ол Сұлтан Махмуд Ғазнауи әскеріменен бірге Хиндистанға барып, санскрит тілін үйренген. Хинд алымларыменен танысып, мұхаддес жазбаларды тікелей зертлеген. 11-ші ғасыр үшін бұл іліми қадалылықтың жүдә жоғары дәрежесі еді. Сол дәуір авторларының көпшілігі қайта баянлау менен шекленіп қойса, ол һәме нәрсені бірінші қолдан түсінуге ұмтылған. Хиндистан кітабы болса онлаған темаларды қамтиды. Онда дін һәм философия, география һәм климат, низамлар, сондай-ақ байрамлар, тіл, ілім һәм хатта хиндлердің күнделіклі тұрмысы хақында да сөз етіледі. Бируни өзінің мұсылман отанласларымен хиндлердің бір жақлама стереотиплері тикарында тартысудың орнына әділ һәмде сауатлы сәубет жүргізуін қареді. Ол өз вазипасының айыплау емес, ал зертлеу һәмде тәріплеу екенлігін ашық жазды. Бирунидің ұсылын өз дәуірі үшін революциялық деп атауға болады. Ол бақылаулар һәмде есаплаулар арқылы қолынан келген һәме нәрсені тексерді. Хинд білімлерін грек һәмде араб білімлеріменен салыстырды. Қателіктерді сынға алды, бірақ бір уақытта хинд идеяларын хиндлердің өзіне түсінікті етіп баянлауға тырысты. Осы мәністе оның минетін хақиқи этнография һәм діндерді салыстырмалы үйренудің алғашқы тәжірибелерінің бір деп атауға болады. Кітабының бірінші бөлімінде Бируни ең сыртқы темаларды Хиндистанның табиғаты һәм географиясынан баслайды. Ол климат, дариялар, таулар, егіншілік дәуірлерін суретлейді. Өйткені адамлардың тұрмысы, байрамлары, низамлары һәм үрп-әдетлері осыған байланысты еді. Соңынан ол календарлар, астрономия һәм уақыт есаплауға өтеді. Бұл жерде ол әсіресе ілімпаз сипатында күшлі. Ол хиндлердің құяш һәм айдың тұтылуын есаплау ұсынларын түсіндіреді. Оларды араб һәмде грек системаларыменен салыстырады, қателер һәм парқларды іздейді. Минеттің осы бірінші бөлімінің өзі ақ алдымызда тек қана сапар жазбалар емес, ал өзге мәдениеттің хақиқи энциклопедиясы тұрғанын көрсетеді. Аль-Бируни Хиндистан менен ислам дүниясы арасында көпір құрып батырғандай бір цивилизацияны екіншісіне түсіндіруге ұмтылады.
бұл оның минетін бүгінде 1000 жылға жақын уақыт өткеннен кейін де ахметлі етеді. Егер Бируни өз кітабының басында табиғат хамде ілімді суретлеген болса, кейін ол ең құрамалы тема Хиндистанның діні хамде философиясына кірседі. Бұл жерде де ол өзін және де айрықша әділ зертлеуші сипатында көрсетеді. Ол сол дәуірдегі көп авторлар сияқты өзгетінді дәрхал сынға алудың орнына оны ішкерден түсінуге харекет етеді. Ал Бируни хиндлердің мұқаддес кітаплары ведалар хақында толық мағлумат береді. Оларды білім хамде діннің текарғы дерегі деп есептейді. Оның айтуынша хиндлердің сенімі, үрп-әдетлері хамде философиялық идеяларының текарлары дәл осы кітапларда жәмленген. Сондай-ақ ол оқушыны Махабхарата хамде Рамаяна дастанлары, низам кітаплары хамде Пуранлардағы әпсаналар менен таныстырады. Мұсылман дүниясы үшін бірінші рет бұл тексттердің хаммесі осындай системалы хам этибарлы түрде тарифленеді. Ол жәмиетлік дүзімге адамлардың варналарға ямасы касталарға бөлінуіне айрықша диққат аударады. Бирунидің түсіндіруінше, бұндай бөліну құдайлардың өзлері тарапынан белгіленген деп есептелінеді. Брахманлар білім хамде әдетлерге, кшатрилер қорғаныс хам басқаруға, вайшиялар болса қожалық хамде сауда-саттыққа, ал шудралар басқаларға қызмет етуге жауапкер. Ол бұларды тек санап шығуменен шекленбейді, ал осындай айырмашылықтар бүткіл тұрмысқа сіңіп кеткенін көрсетеді. Некеден баслап ауқатлануға шекем, байрамлардан баслап адамлар арасындағы күнделіклі қатынасларға шекем. Әсіресе Бирунидің философия хақындағы жазғанлары жүдә қызықлы. Ол оқушыларды Хиндистанның текарғы философиялық мектеплері Ньяя, Сангхья, Йога, Веданта, Миманса хам басқалар менен таныстырады. Олардың әрбірін өз сөздеріменен түсіндіреді. Бірақ мәнісін жоғалтпау үшін түп нұсқадағы атамаларды сақлап қалуға тырысады. Мысалы, ол йога хақында айтқанда бұның тек дене шынығулар емес, ал ішкі топлану хам рухи тәртіптің бүткіл системасы екенін атап өтеді. Құдайларға сенуге келгенде Бируни қызық нәрсені байқайды. Сырттан қарағанда хиндлер көп құдайларға табынатығындай көрінсе де, терең философиялық дәрежеде олар барлық кейіп хамде пішінлерден жоғары тұратығын жалғыз брахман деген ұқыпқа сенеді. Оны ол греклердің идеялары хам хатты исламның бір құдай хақындағы түсінігіменен салыстырады. Ал Бируни атмын, яғни жан, карма хам, реинкарнация сияқты гілт түсініктер хақында да айтып өтеді. Оның түсіндіруінше хиндлер үшін адам өмірі қайта туылулар тізбегі болып, бұл өмірдегі іс-харекетлер келесі өмірдегі тағдирге тәсір етеді. Бұл пікірлерді ол мүмкін болғанынша түсінікті етіп жеткеруге харекет етеді. Бірақ заманласлар үшін бұл түсініктер үйреншіксіз болып көрінетінін да жасырмайды. Ең ахметлісі Бируни Бархулла өз вазипасын хиндлерді қаралау емес, ал олардың өз сенімлерін қалай түсінетінін көрсету екенлігін айрықша атап өтеді. Бүгінгі күнде әйне ұсы үшін оны қадірлейді. Ол бірінші болып басқа дінді қате ямаса адасу емес, ал өзінің ішкі логикасына толық система аспатында суретлеуге харекет еткен. Сондықтан да оның кітабының екінші бөлімі тек қана хинд әпсаналарының қайта баянлану емес, ал хақиқи цивилизациялар арасындағы көпір болып табылады. Ол ислам дүниясына Хиндистанның хүрмет хамде түсінуге лайықлы терең философиясы байдыны хамде дәстүрлері бар екенлігін түсіндіріп берді. Бируни өз кітабында тек қана философия хам дінге ғана емес, ал хиндлердің күнделікті тұрмысының құрылысына да үлкен диққат бөледі. Оның жазбалары 11 ғасыр жәмиетінің хақиқи энциклопедиясы болып табылады. Ол каста ямаса варна системасының қалай ісленетінін толық түсіндіреді. Брахманлар, яғни руханилер хамде алымлар ең жоғары орында тұрады. Білім хамде үрп әдетлерді өткеру ұсыларға сеніп тапсырылған. Кшатрилер, әскерлер хам басқарушылар болып, олар қорғану хамде
тартып үшін жауапкер. Вайшиялар сауда һәм дейханшылықпенен шұғылланады, ал шудралар қалған һәмме кастаға қызмет етеді. Бируни бұл бөлінудің тек социаллық емес, ал діни де екенлігін атап өтеді. Хинтлер оны мұхаддес кітапларда бекемленген деп есаплайды. Ол бұл айырмашылықтардың һәмме нәрседе кімнің кімге үйлене алуында, қандай ауқат жеуге болатығынында һәм қандай минетлерді орынлануында көрінетұғынан суретлейді. Берунеге айрықша тәсір еткен нәрсе сати әдеті, яғни жесір хаялдың өзінің ерінің денесіменен бірге отқа жағуы. Ол бұл әдеттің садықлықтың көрінісі спатында қабыл етілгенін, бірақ һәмме жерде әрдайым қолданылмайтұғынында атап өтеді. Оның заманластары болған мұсылманлар үшін бұндай суретлеме шок болды, себебі олар бұндай әдетті ешқашан көрмеген еді. Беруни жаңарақ дәстүрлері, неке һәмде байрамлар хақында да баянлайды. Ол той мерекелердің, бала туулуу емасы, жерлеу мәресімлерінің қалай өткерілуін түпкірінше суретлейді. Оны киімнен безенуге дейін, ауқатлану әдетлерінен архитектураға шекем һәмме нәрсе қызықтырады. Ол брахманлардың ауқатлануда айрықша қатаң қағидалары бар екенлігінде атап өтеді. Олар өсімлік тағамларын һәм сүт өнімлерін мақұл көреді, ал көш көбінесе қадаған етіледі. Низам һәмде құқық мәселелері оның шығармасында айрықша орын алады. Ол хинд низамлар системасының дхарма шастраларға текарланып, тек күнделікті істерді емес, ал рәсім-рүсімлерді, байрамларды, хатти хархилы тұрмыслық жағдайларда адамның қандай тазалану әдетлерін өткеру керектігінде тәртіпке салатығынын түсіндіріп береді. Хиндістанда құқықтың діннен дерлік ажыралмайтығына Беруни үшін таң қаларлық еді. Жәмиетлік тәртіп космослық тәртіптің сәулелену спатында қабыл етілетіғын еді. Оның басқарулары бізге тек рәсми нормаларды емес, ал жанлы күнделікті тұрмыстың көрінісінде берді. Ол жарқын байрамларды, маусымлік әдетлерді, мәресімлерді, діни диханшылық дәстүрлерін һәмде сауда байланыстарын суретлейді. Берунийдің пікірінше хинтлер әсіресе діни мәселелерде сыртқылар үшін жабық болады, бірақ сонымен бірге олардың сауда тұрмысы һәм мәдени алмасулары басқа халықлармен байланысты етіп көрсетіледі. Осындай бақылаулардың арасында Берунийдің Хиндістан шығармасы этнографиялық деп атауға болатұғын дәстепкі минетлердің біріне айланды. Ол бүткіл бір халықтың тұрмысын іштен суретлегендей, оны өз жерлеслеріне бұл дүнияның дүзілісін тек білу емес, ал түсіну ұшында түсіндіруге харекет етеді. Берунийдің Хиндістан кітабы хақында сөз еткенімізде тек қана оның мазмұнын санап шығу емес, ал бұл минеттің ілім, мәдениет һәмде тарих үшін қаншалықты дәрежеде ахметлі екенлігін түсінуіміз керек. Бұл тек басқа ел хақындағы кітап емес, бұл хақиқи цивилизациялар арасындағы көпір һәм білімлердің һәр түрлі дін, мәдениет һәмде тілдегі адамларды бірлестіре алатығының айқын мысалы. Бірінші кезекте Берунийдің минеті ислам дүниясында Хиндістанды түсінуге үлкен бір өзгеріс болды деуіміз мүмкін. Оған дейін хинтлер көбінесе үстірт емасы бір тәреплеме суретленіп, олардың діні бұтқа табынушылық емасы ырым-сырымға ғана келтірілген еді. Беруни болса бүткілі басқаша жол тұтты. Ол олардың мәдениетін өз шартлерінде түсіндіруге ұмтылды. Ол санскрит тілін үйренді, хинд алымларыменен пікір алмасты һәм мұхаддес жазбаларды терең зертледі. Осының арқасында мұсылман дүниясы бірінші рет хиндуизм, хинд философиясы, ілімі һәмде үрп-әдетлерінің толық һәм әділ суретлемесін алды. Бұл 11-ші ғасыр үшін бүткілі жаңа нәрсе еді. Екіншіден, Хиндістан ілімнің рауажлануында айрықша ахметлі орын иеледі. Аль-Беруни арқалы ислам дүниясы, хинд математикасы, соның ішінде 0 һәм 10-лық система, сондай олардың астрономиялық есеплаулары менен тереңірек танысады.
Ол тек баянлап қоймай, мағлуматларды тексеріп, грек һәм араб системалары менен салыстырып, жұмақлар шығарды. Оның минеті һәр түрлі білім мәдениетлары ұшырасатығын ilmiy лабораторияға айланды деу мүмкін. Бұл өзара тәсір кейінала оның минетлері батыста белгілі болғаннан соң ислам ілімінде Европаны да байытты. Үшіншіден, Хиндистан дәслепкі ділнер аралық диалогтың сирек ұшырасатығын мысал болып табылады. Аль-Бируни өзінің мақсеті қаралау емес, ал зертлеу екенін ашық жазады. Ол өз сенімін мәжбүрлеуге ұмтылмады, ал енділердің қалай ойлайтұғынын һәм неге сенетұғынын түсіндіруге тырысты. Бұл бүгінгі күнде феноменологиялық ұсыл деп атауымыз мүмкін болған жантасу. Өзге дінді оның тарептарлар қалай көрсе, сондай етіп көрсету. Бұндай көзқарас орта әсірлер үшін бүткілдей жаңа еді. Осы себеплі қазіргі заман зерттеушілері Аль-Бируниді салыстырмалы дінтанудың атасы һәм бірінші хақиқи хинд танушы деп атайды. Төртіншіден, оның минетінің ахметі ислам дүниясы шекарасынан әдеуір асып кетті. Европа Хиндистан менен 19-шы асырде немец шығыстанушысы Эдвард Захау бірінші рет аударып баспадан шығарғанда танысты. Сонда батыс ғалымлары 11-шы асырдегі бір адамның бүткіл цивилизацияның қаншелі объектив һәм терең суретлей алғанына таң қалды. Европада Бирунидің Хиндистан шығармасы Хиндистан тарихы, философиясы һәм мәдениеті бойынша текарғы дерек, сондай-ақ хақиқи этнографияның тәслепкі тәжірибелерінің бір іспатында қарала басылады. 19-шы асырде пайда болған Европа хинд тануы көп тарептен оның ұсылынан ілхам алды деуге болады. Бесіншіден, Бирунидің мирасы бүгінгі күнде де ахметлі. Харқилы мәдениетлар һәм діндер ұшырасып өзара түсіну ноқатларын іздеп атырған. Қазіргі дәуірде оның минеті диалогтың тек құрмет һәмде қадалық арқалы мүмкін екенін ескертеді. Ол басқаны түсіну үшін оның тілін үйрену, дәстүрлерімен танысу һәм кемсітпестен тыңлау керектігін үлгі етіп көрсетті. Осы жантасы оның минетін 1000 жылдардан кейін де актуал етеді. Ақырында Бирунидің жеке тұлғасында атап өтпеу мүмкін емес. Ол тек білім жинаған ілімпаз ғана емес, ол хақиқаттың бір миллетке яки бір дінге тиесілі емес екенлігін, оның харқилы мәдениетларды да көрініс табу мүмкінлігін түсіндірген ойшыл еді. Ол һәр қандай деректердің хинд текстлері, грек теориялары һәм араб бақылаулары болсын, ең жақсысын қабыл ету керектігін жазған. Универсал алымның бұл дүние қарасы оны орта әсірлердің ең ұлы ойшыларының біріне айландырды. Солай етіп Бирунидің Хиндистан шығармасы Апуай кітаптан да артық. Бұл бір мәдениетті екінші мәдениет хадал һәмде хүрметпенен суретлей алуының айқын мысалы. Бұл өз дәуірінен әсірлер алдын жүрген ілми жантастуудың үлгісі. Бұл ислам һәмде Европа іліміне тәсір еткен қазіргі күнде де ахметлі дерек болып қалып атырған минет. Осы себеплі қазіргі заман университетлері Оксфордтан һәм Гарвардтан баслап Стамбул һәм Стэнфордқа шекем оны цивилизациялар арасындағы диалогтың уникал хүйжеті һәм дүния ілімінің ұлы естелік іспатында үйренуді дауам етпекте. Хиндистан кітабы басқа мемлекеттің энциклопедиясынан да көбірек. Бұл хақиқи білім қаралаудан емес, ал естуге ұмтылудан туылатығының еслетіп тұрады. Аль-Бируни құрмет һәмде қызғаушылық бір тареплеме нәзер алдында жабық тұратығын ескілерді ашатығының көрсетіп берді. Оның минеті хақиқатлық жалғыз халыққа тиесілі емеслігін, ол дүнияға ашылып кететұғының һәмде оны жинай алатығынларды күтіп тұратығының дәлелеп берді. Бүгінгі күнде шекаралар және кескінлік сызықларына айланып атырған уақытта Бирунидің мысалы айрықша кескін естіледі. Хиндистан бізді тартысу һәмде бекарлауға емес, ал тыңлау һәмде түсінуге үйретеді. Ол мәдениетлар қарым-қатынасы утопия емес, ал шын кеуілден қалеу арқалы әмелге асырылуы мүмкін болған хақиқатлық екенін естетеді. Оның мәңгілік қадірі де сонда. 1000 жыл өткеннен кейін де біз Аль-Бируниден басқа да дұшпан емес, хақиқи иесін көру өнерін үйренуіміз мүмкін. Айне осының ұшында бұл минет мәңгілік жасайды. Бұл жайқын жой бар еді. Егер бүгінгі видео сізге ұнаған болса, лайк басың, комментарий жазың һәм достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаң.
Шайхун жойбарында siz kutgan ham siz so'ragan temalarda so'z yetuvda davom etamiz. Salomat bo'ling.